Силикон алқабы дегенде естуіңіз бар ма? Калифорния штатында орналасқан. ақш-тың ғана емес, әлемнің керемет технологиялық жаңалықтары жасалатын жер. Сүттің бетіндегі қаймақтары жиналған ғылыми орта. Білесіз бе, сондағы мектептерде компьютер атаулы атымен жоқ. Тақта мен бор, ағаш парта мен тау-тау кітаптар тұратын сөрелер ғана бар онда. Біздің сотка дегенді білмейтін ғалым Асқар Жұмаділдаев секілді, ондағы оқушылар да ұялы телефон мен планшет, айфон мен айпад дегенді ұстамайды. Милары бос, тыныш, тұнық. Бір компьютерсіз, тіпті бір экраnsыз мектептің мұғалімдері ондай гаджеттерді оқушылардың үйде де қолданбауын жөн санайды екен. Калькулятор деген атымен жоқ. Ең қиын көбейту мен бөлуді оқушылар қағаз бен тақтаға шығаруға міндетті. Бір ғажабы, мұндай тәртіп осы силикон алқабында ғылыми зерттеулер жасайтын ғұлама ата-аналардың талабы бойынша қалыптасқан. Ал бізше, қалта телефонсыз өмір сәнсіз, интернетсіз өмір мәнсіз. Әлеуметтік желілерге күнне кемі бір кіріп шықпасақ, ауа жетпей демі тарылған адамның күйін кешеміз. Бұл дерт пе өзі? Интернетке тәуелділіктің зиян мен зардабын зерттеген Әсем Изатқызы. Әлеуметтік желі ақпараттың кенінен әлемнің деміне, еріккенің еміне айналып барады. Біздегі 5,6 миллион адам интернетті жиі пайдаланады. Яғни 1/3 ғаламтордың ғажайыбы не сонда? Әлеуметтік желілер лабиринт тәріздес. Бір кірсеңіз, шығу қиын. Шыр айналып, шығар есті таппай, шырмалып қаласыз. Инстаграмға таңертең, түсте, кешке барлығы 3 сурет салмасаңыз, көңіліңіз өшінбейді. Ал Фейсбуктегі достарыңызбен жаңалық бөлісіп, әңгімелеспесеңіз, бірдеңе жетпей тұрады. Mail.ru мен Twitter тағы бар. ВКонтактеде сурет көріп, лайк баспасаңыз, бір түрлі боласыз. Иә, бүгінгі халіміз осындай, ал уақыт өте келе, бұл түйткіл күрделене, күрмелене береді. Өйткені 50 миллион тыңдарман жинау үшін радио 38 жыл уақытын сарп етсе, теледидар дәл осынша көрерменді 13 жылда жинапты. Ал бәдік әлем небәрі 4 жылда бағындырған. Жаһандағы 30 жастан асқан адамдардың тең жартысы, ал жаңа ғасырда туғандардың 96% әлеуметтік желілерге тіркелген. Күн қойған жоспарларын еш орындалмайды. Отырып қалың бағанағы интернетке кіресің, ананы оқисың, мынаны оқисың, өсекті оқисың, аянды оқисың, футболды көресің. Сізге менің алдымда келген адамдар болды ма немесе осындай мен жалғыз емеспін ба деген сұрақ. Сен жалғыз емессің. Қалдан ғаламторға тәуелді болып қалған. Басында 1 сағат, кейін компьютерге тәулік бойы телміруді шығарды. Бұл жақсылық әпермет. Жұмыстан қуылды, жалақыдан қағылды. Енді дертінің емін психологтардан іздеп келді. Әке шешеңнің мақтағанынан сол жерде саған бір лайк басса, сол төмен көкке жетеді. Мысалға өміріміздің бәрі лайк болып кеткен сияқты. 100 лайк немесе 20 лайк, 10 лайк алып жатса, менің көңілім ойым жақсы ұйықтаймын. Лиманаға қалдан секілді қыз жігіттер көп келеді. Хат жазатындары да жетеді. Көбі 21 мен 29 аралығындағы жастар. Маманың айтуынша, интернет әуелі қызықтырады, телміртіп тәуелді етеді, соңында сананы улайды, ұйқыны ұрлайды. Қатты тәуелдікке ұшыраған адамдардың, ондай адамдарды көпшілігінде өздері емес туысқандары, жақындары алып келеді осында. Ол адамдардың көзқарасынан байқауға болады. Өзіңізге қарап отырып, сізді тіпті көріп отырған жоқ секілді, жаңа естімей отырған секілді, басқа жақта, басқа әлемде отырады. Оның жүрегі де жабық, оның сезімінде қатаяды. Оның кәдімгі зомби, кәдімгі роботқа айналып кеткен адамға ұқсайды көпшілігінде. Көз жанарында ешқандай сезім болмаса, бір ұшқын, қандай бір ойдың жоқтығын, кәдімгі бір әйнек, көздің орнында бір әйнек тұрған секілді. Әлеуметтік желілерді әркім өзінше пайдаланады. Біреу керек ақпар алады, енді бірі жеке өмірін жөндейді. Алаяқтықпен ақша тауып, қылмыс жасайтындар да бар. Анкетасын жалған жариялап, жастармен танысады. Танысудың соңы түрлі жағдайға келеді. Мәселен, Нұрсұлудың ВКонтактеде 4000-ға тарта досы болған. Қазір бар жоғы 27-сі ғана қалды. Құрбыммен осындай оқиға болған, яғни ол осы ВКонтактеде бір баламен танысқан еді. Сөйтіп 2 жылда бір-бірімен сөйлесті. Анау жігіт оған мен счетым ақша сал, маған единица керек, саған звондауға деп солай алдаған еді. Сосын ол кездескен кезде ол жігіт келмеген. Сосын ана қыз оған ғашық болғандықтан оны іздей бастады. Іздеген кезде анау кісі түрмеде отырғаны екен білінді.
Сосын егер ол түрмеде отырмай бірге кездескен кезде әртүрлі жағдайлар мүмкін болар еді. Мүмкін ол оны зорлап кеткен шығар, мүмкін оның ақшаларын алып кету, сондай сияқты жағдайлар болар деп. Сондықтан мен өзімді қорғаймын деп, өзге адамдарды, өзім тек қана жанымда жүретін адамдарды, өзім білетін адамдарды ғана қостым. Сонымен Моймерге бір күнде 1.125.000 адам кіреді. Ал Одноклассникиді күніне 558.000 адам ақтарады. ВКонтактені күніне 525.000 адам қарап шықса, Фейсбукты бір күнде 410.000 азамат пайдаланады. Маған негізі ВКонтакте ұнайды. Екеуі де таңдай аламыз, бірақ Инстаграм онша ұнамайды. Ол жақта селфимен тек фото, лайк қоясың, жібересің. Ал ВКонтакте достарыңмен ашық сөйлесіп, группа ашып дегендей суреттеріне лайк қойып, солай сөйлесесің. Контакты маған ұнайды. Өйткені анда достармен сөйлесесің, группа ашасың, тағы өзінің кластарымен офе ЖТВ деген ашамыз. Солармен біз қай кезде қыдырамыз ба, мектепке барамыз ба, егер ауып қалсақ, сонда айтамыз. Мен бір суретіме 40-50 лайк жинаймын, әр суретіме қуанып отырамын. Бағаға емес, лайкқа лайық болам деп талай оқушы талпынып жүр. Бір лайк олар үшін күнделікке қойылған бестік іспетті. Бір сыныпта орта есеппен 25 оқушы бар десек, оның кемінде 20-сында ұялы телефон бар. Сабаққа қатысты емес дүниелерді қарап отырады, бір-бірімен байланыс жасап отырады басқа сыныптың оқушыларымен. Сондықтан оны мен сабақты бастар алдында ол балалардан түгелмен жаңағы ұялы телефонды жинап аламын. Өйткені кедергіні көп жасайды. Арасында кей уақытта пәнге көңіл бөлмей балалар ойын ойнап отырады. Әлеуметтік желілерге тәуелділік әсіресе мектептерде күрмеулі мәселеге айналып отыр. Ата-ана соңғы тиынын қосса да, өздері ұстамаған қымбат телефондарды баласына алып береді. Өйткені қатардан қалған қай ата-ана құп көрсін. Бізде қазір сапалы білім бәсекесі емес, сәнді сотка бәсекесі күштірек. Бірақ көш соңында жүрмесін деген жанашырлық жақсылыққа емес, жатқылыққа жетелейді. Үлкеннің әрекеті кішіге үлгі. Бұрын бесіктен белі шықпаған бүлдіршіндердің бар қызығы компьютер болса, қазіргінікі компьютер. Иманғали 3 жаста. Телефоннан түрлі ойын ойнайды. Аты шабыс десе, делебесі қозады. Оған ойын болса болды. Ата-ананың да, тамақтың да қажеті жоқ. Иманғали 5 мен ойнайды. Тақтасай. Балалар күнді кешке Counter-Strike'ты, GTA-ны, Dotаны ойнайды. Сондағы оқ өтпейтін, отқа жанбайтын адамдардай болуды армандайды. Жігіттер үшін әкелер емес, солар идеал. Әне, демсің ой, баспенен басқа татым. Кішкентайлары компьютердің тек ойын іздесе, сәл үлкендері интернеттің иірімдеріне ереді. Бала біздің болашақ. 7 жасқа дейін олардың ой-өрісі қалыптасады, дамиды. Ғылым солай дейді. Бірақ олардың дәп өсетін шағында мынадай қатыгез ойындар оларды өшіреді. Ойлау қабілетін тежейді, жауыздыққа жетелейді. Жаңа балдар қайда кетті? Тамақтарын ішпей, а? Ақ жігіт. Компьютерде бар. Димаш. Ай, солар мен барып алып келмесем болмайды ау барып. Тұрыңдар, тұр. Тұр болды, кән. Тұрыңдар, тұр. Тұрамыз, кән. Тұр. Тамақтардың ішіндер. Болды. Сөндір осы. Компьютер дегенде менде болды ғой. Тұрыңдар кәні. Алтынкөл апа немерелердің алтын уақытын алып жатқан интернетті иттің етінен жек көреді. Өйткені күнді кешке желкелеп, жалынып дастархан басына жинайды. Құнығып кетіп жылайтын да кездері болды. Мен берген тамақты ішпей өкпелеп жылап отыратындар да болды. Тамақ ішпейді. Ал егерде мен не болмаса әкесі, не болмаса анасы соған баласына қарап шектеу салмаса, ол бала мүлдем сол күні тамақ ішпесе де ол риза. Себебі ол ананың ішіне кіріп кеткен, оны шығара алмайсың. Жылайды. Оның ішінде ойының шегі бар ма? Оның ішінде ойының шегі жоқ.
мінекей сондықтан мен қазір өзім аналық, өзімнің әжелік ойым шын мәнінде мына қазіргі жас өспірімдерге өте мен ойлаймын кері әсері көп қой деп ойлаймын. Енді күніне 1 сағаттан артық ғаламторда отырғызбайым дейді әжесі. Бүлдіршіндерін бәдік әлем біртіндеп бұзбауының бір амалы осы. Өйткені қазір интернетке кіру әдетке айналады, әдет тәртіпті, ал тәртіп мінезді қалыптастырады. Осылайша бірте-бірте шынжырсыз байланған интернеттің етіне айналып кете барады. Әсемизат қызы, Азамат Кәкенов, Апта KZ.